Кеш ханымдар мен мырзалар, кеш жарық достар. Құрметті базар жоқ алаң көрермендері, құрметті Қазақстан еліміздің қыз келіншектері, сіздерді бүгінгі 8 наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Өйткені бүгін финал. Еліміздің түккір-түккірінен 200-ден астам үміткер қатысқан болатын. Бүгін 100-ден жүйрік озып, жетеуі финалда өнер көрсететін болады. Құрметті көрермендер, қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші, қазақтың ерке қызы Жанар Айжанова. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер, жыл актері, әнші Нұркен Өтеуілов. Әзіл-әлем театрының директоры, жобаның жетекшісі, продюсер менің бастығым Тұрсынбек Қабатов. Жүргізуші мен Қанат Әлжаппаров. Сіздер дайын болсаңыздар, біз сайысымызды бастайық. Бірінші болып, базар жоқ алаңның сахнасына Астана қаласынан келіп отырған, финалға өз күшімен жетіп, бүкіл көрерменнің көзайынан айналған Қуашбаева Ақмейірім. Мен жақында кетемін. Қашып кетемін. Әрине жемқор шенеуніктер құсап, ішкен жегенді арқалап, шетелге кетпеймін. Өзімнің өскен үйімнен болашақ үйіме. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді. Мен кейбір қыздар сияқты ата-анамды қарызға батырып кетпеймін. Жай әншейін қашып кетемін. Оған болашақ жарымда қарсы емес. Осы қыздарды түсінбеймін. Өздері кетіп қана қоймай, ата-анасын қарызға батырып, бар жиған терген шашып кетеді. Мен өйтпеймін. Мен қашып кетемін. Осы мен тойларда айтылатын тілектерді түсінбеймін. Қыз бала бақытты боламын деп емес, барған жерім бақытты қыламын деп барады дейді. Бұл мүлдем дұрыс емес. Мен машина емеспін ғой. Мысалы, сатып алған адам, машинаны сатып алғанда, машина мен бақытты боламын демейді. Ал сатып алған адамды бақытқа бөлейді. Сол сияқты тілекті де ойланып айтыңыздар. Осы мен тойдағы айтылатын тілек айтуға шыққан адамдардың ақыл айтып кететіндерін түсінбеймін. Өздері кешіп келгенмен жұмыстары жоқ. Тағы да 2 сағат уақытты бекерге ақыл айтумен өткізеді. Қыздар, күйеуге шыққанда ата-енеңді құрметтеңдер, сыйлаңдар, бір кесе шай берсеңдер де жымиып отырып беріңдер дейді. Бұл не сөз? Түсінбеймін. Мен егер ата-енемді сыйламасам, құрметтемесем, несіне тұрмысқа шығамын? Тағы да құрбыларыма да айттым. Тойға келетін. Маған мен тойды соңында гүл лақтырмаймын дедім. Не пәле сол? Қыздар гүл лақтырғанда тура бір гүл емес, Лексусы. Астанада 4 бөлмелі пәтері бар жігіт ұшып келеді қандай таласады. Осы гүл лақтырғаннан пәленше күйеуге типті деген келіншекті көрмеппін әлі. Сол себепті мен гүл лақтырмаймын. Тойым осындай болса екен деген арманым ғана ғой. Әйтпесе тойым болып жатқанда микрофонға таласып, өйтпе, бүйтпе деп қонақтармен сағыласып отырмаймын ғой. Ішімнен жыным келсе де, сыртынан күліп жымиып отыра беремін. Қошеметтеріңіз Ақмейірімге. Ақмейірім, бүгінгі сенің мерекеңмен шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді қазылар алқасының не айтатынын білеміз. Ақмейірім, сен маған ұнайсың. Сен бізге керексің. Телевидение де керек, радио да керек, барлығы да керек. Егер келсең сен өзің, сен біздің қазақ радиосында кәдімгі орнын ойып тұрып алатын болашақта. Мынау кім деген кезде, бұл Ақмейірім деген қазақтың қызы деп, бүкіл қазақ таңдайын қағып таңданатын радиода дикторды көргім келеді. Ай, бәрекелді. Ақмейірім, мейрамыңмен. Сенің айтып жатқан шығармаң осыған дейінгі әдемі, жеткізуің,
мынау атың затыңа сай, шынымен өзіңнің мейірімділігің көрініп тұрады оқыған кезде. Кішкене дайындалу керек еді, дайындық аз болып қалған финалға сияқты. өтем деп ойламадым. ойламаған ғой айтсын. Алдыға мақсат қою керек қой, сен жеңем деп келуің керек еді. Рахмет. Жеңет, құдай қаласа. Мереке құтты болсын. Залда отырған, экран алдында отырған барша осы қазақ елінің әжелерімізді, аналарымызды, аруларымызды, баршаңызды халықаралық 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ал енді Ақмейрам, саған келетін болсам, түсінем. Бұл енді қазіргі таңда тіпті әзіл сақшылардың өздері, сен қарам, іріктеуде бір әзіл айттыңдар, бірде 8-де бір әзіл айттың, бірде 4-те бір әзіл айттың, кеше жартылай финалда айттың, бүгін финал. Бір қысқа уақыттың ішінде 5 бірдей әзіл алып шығу ол мүмкін емес. Көптеген тіпті аты дардай юмористердің, әзіл сақшылардың өздерінің репертуарында 5 әзіл жоқ. Ақмейрам, саған рахмет. Жарайсың. Алғашқы болып шығу шынымен де қиын бе екен? Иә, бүгін сезіндім оны. Ол бұның алдында бір-екі рет бірінші болып шықтым ғой. Ол кезде оңай емес болып еді. Бүгін білмеймін. Дәл осындай көңіл күймен финалда өнер көрсететін Тараз қаласынан келген үміткеріміз Әлетаев Қайнар. Қошеметтеріңіз! Қайырлы кеш, достар. Бірден әзірге көшейік. Бір күні бір екі ағамыз, Дөкей, жағдайы жақсы, бизнесмен екеуі, өмірде де дос, бизнесте дос, екеуі той жасап жатыр. Қырсықанда екеуі тойды бір күнге қойып қойған, ал енді соған біздің қазақ елінің қалаулы жұлдыздарын шақыруға таласып отыр. Біреу ой тастайды. Екеуміз таласпайық. Давай лучше екеуміз карта ойнайық. Карта болғанда жай карта емес, жұлдызды карта ойнайық. Кім қанша жұлдыз жинайды, сол жұлдыздарын өзінің тойына шақырады. Екінші, жарайды. Келістім оның деп. Карта таратылады, жай карта емес, жұлдызды карта. Карта басталды. Так, карта. Аха. Алтық көзіргімде. Асан Пердешев менде, мен жүрем. Так, саған не жүрсем де. Так, саған былай істейін. Нағыр. Бас дайындал. 1, 2, 3. Мә, Ұлытау тауып саған. Үшеуін бірден жүрдің бе? Так, Ұлытау. Сен Ұлытауыңды мен бір қыдырайлымен басам, мә саған. Мүмкін тағы ойланарсың. 3 Ұлытауды бір қыдырайлы баспайды ғой. Кешіріңіз, қарақаты бар екен ғой, есіне шығып кетті. Қарақат. Бәсе, қыдырайлы басса, қарақат қолдаса, кетеді. Так, не жүрсем болады сізге? Так, Алмас кетті, Мадина кетті. Так, мә, Саят Медеуов сізге. Басыңыз болсын. Қарғалармен жүрдің ба? Қарға. Так, қарға, не басаң? Кенен Назарбаевпен басып алсам бола ма? Біз алтылық ойнап отырық қой, алтылықта джокер жоқ қой. Кеш. Так, Саят Медеуов, не? Міне, Саят Медеуов, Досымжан Таңатаров, қарғаны басады. Кетті онда, кетті. Так, саған былай істейін, дайындал, нағыр. Бас, дайындал. 1 балет, Ұлықпан Жолдасов, 2 балет, Арман Дүйсенов, 3 балет, Сейфуллин Жолбарыс, 4 балет, Арман Бексұлтан. Бас алсынды. Композиторлармен жүрдің ба? Так, еще 4. Композитор. Онда мен 4-еуін шәмші қалды аяқпен басам. Король басады. Жалғыз король кімді десем сіздеген ғой, кетті басады. 4-еден жүрдің, значит. Мен заған онда былай жүрейін, басма. Баян Есентаеваның 3 тамысы. Өй, қалай 3 тамына? 1 дамы кетіп қабеді ғой Баянның. Кетсе қарғасы кетті, қиығын қайттан қоқ қойдық қорында. Болады. Көтердім мен. Жүрсіз де? Так, онда мен заған былай істейін қара. Нанбаш. Нағыр. Мә, Айгүл Иманбаева. Айгүл жүрттің ба маған? Айгүліңді бар ғой, мә, Сәбитпен басып алам. Қалай Сәбитпен басасың? Мен саған алтына Жорабаеваны жүріп тұрған жоқпын ғой. Қазір Сәбит баспайды алтынайды. Оны байқамай көтеріп алайыншы, мен көтеріп. Так, қатты бір серьезно болып кетті. Енді әншілерді бөлдік қой, бір тамада да керек қой. Давай тамадаларды ойнап бір күлейікші.
жарайды, мынауың жөн екен. Так, тамада. Мынауын былай қойсам, былай қойсам. Анда прикол ма, прикол. Мә, Нұржан тұтып саған. Так, Нұржаннан бастадың ба? Так, қазір Нұржан тұтыпты. Уәлибекпен бассам, туға шығады. Туға шыққаннан кейін артынан жұлдызай шығады. Лучше көтеріп ала салайын. Кузыр керек маған, көтеріп алдым. Көтердім. Мынау. Так, мына кузырды берсем көтереді, мынаны берсем көтереді. Сосын көміледі, сосын жеңіледі. Қой, бұл досым емес пе мен? Сабырға келейін. Так, досым, қазақта жақсы сөз бар. Доп ойнаған тозар, карт ойнаған азар, ең мықтысы досын сыйлаған озар. Былай істейік. Сен дойыңды ертең жаса, мен тойымды ары күні жасайын. Саған келген жұлдыздар маған келсін, маған келген жұлдыздар саған келсін. Сыйласып өтейік, достар. Қайнарға қошеметтеріңіз. Так, Қайнар, сен карт ойнадың? Бірақ сен картада 90 сөзін толықтай түйінін айттың. Байлық деген еріп кетер мұз, ең қызығы артта қалар сыйластық сіз бенен біз деп нүктесін қойдың. Мен соны көрдім, қалған көрерменде соны көрген шығар деймін. Және де сөзіңнің арасында жағы үлкенге құрмет, кішіге ізет дегенді мінекей бір ғана корольмен басам деп Шәмші ағамызды қамтып кеттің. Оның ар жағында үлкен ой жатыр, түйін жатыр. Сенің әрбір жүріп отқан жүрісіңнен асабаларды айттың, әншілерді айттың. Соның барлығынан кімнің қандай ақау кетіп атқанын, халықтың көзқарасын, халықтың не айтқысы келіп тұрғанын сен бір ғана картаменен, бір ауыз сөзіңмен бәрін бізге жайып салдың. Көкірегі ашық, көзі ояу адам сенің бүгінгі әңгімеңнен көп нәрсені түйді деп ойлаймын. Рахмет. Қайнар, осы жоба бұл сен енді байқап келе жатырмыз. Осы мен көздеп отырған жігіттердің бірі сенсің. Жалпы біз ана жобада айтқан болатынбыз, басында театр қатарына қосуға. Енді оның алдындағыларға қарағанда өзіңді түсініп тұрған шығарсың. Финалдағы мына әзілің кішкене төмендеу. Ойы жақсы, керемет. Рахмет. Рахмет. Қайнар, әзілің бір нәрсені алғаннан кейін оны сүртіп, тазалап, дақтарын кетіріп, әдемілеп алып шығады бір жерге. Сенің әдемі затың бар да, бірақ соны ешқандай мынандай кір жерлерін кішкене сүртіп тазаламағансың. Сол бойынша алып шықтың. Ойың жақсы, жеткізе алған жоқсың әзіліңді. Рахмет. Өте тамаша, өте керемет, жарайсың, Қайнар. Қандай нәтиже күтесің? Өздері бағасын береді, сәл шыдайық. Күтеміз. Жақсы баға күтем. Дегенмен де жақсы әзіл, астары бір әзіл, оны бәрі түсініп отыр. Жанар айбамыз тайға таңғы басқандай түртіп айтып кетті. Енді соны түсініп отса, негізі бағалау керек. Осы жобаға Маңғыстау өңірінен 10-нан астам үміткер қатысқан болатын. Соның ішінен бір түйір ғана қыз финалға шығып тұр. Ақтау қаласынан Мурзамбек Әсемкүл. Қошеметтеріңіз Әсемкүлге. Саламатсыздар ма? Мен бірден бастап кетейін. Маған қарап бәрі мына ұлма қыз ба деген сұрақ қояды. Мен оған оның сырын айтайын. Мен үйдегі жалғызымын. Әкем мен шешемнің еркелігін орындау үшін ұлдың да қыздың да шаруаларын істеймін. Сондықтан мен үйде әкем мен шешемнің диалогын қатты бақылап зерттеген адаммын. Зерттей отқан кезде менде бір қызық оқиға болды, айтып берейін. Осы бір күн мен мамамды ренжітпейінші, маған бір күн ақ ұрыспай-ақ қойсыншы деп үйді сықитып жинақ қойдым, люстраларды сүртіп қойдым, өмір тазаланбайтын терезелерге дейін сүртіп тазалап, үйдің алдындағы добро пожаловать деген өмір тазаланбайтын неге дейін, кілемге дейін қағып шоткілеп тазалап қойдым. Кешке мамам келді. Менің мамам мындай кекет сөйлейтін адам, білесіңдер. Үйге кіріп келді, аяқтың шеше бергеннен түсінді, үйдің жиналып тұрған. Бит жөртті. Үйбай, мен басқа үйге түсіп кеттім деп қорқысы кетейін деп. Әйтеуір кекетіп отыр мені. Менің тұрғанымды біліп тұр. Сосын қолынан ұстап тұр, мама жүр шай ішейікші. Сосын ана кухняға қарай кетіп жатқанда ана өмір тазаланбаған әйнектерді көріп айтып тұрғаны мына ғой. Мә, үйге мистер Пропер келді ме не? Айтып
кетпейсіңдер ма, дастархан жаятын едік қой. Әйтеуір мені бірдеңе қылып кекетіп жатыр. Сосын бірдеңе қылып дастарханға отырғыздым. Бұл дастархан кешкі әкең келер алдындағы ана мен қыздың арасындағы дастархан деп аталады. Ол кешке әкең келгенде екеуміз бір ауыздан бір сөз айту керекпіз. Соның бәрін келісіп алу керекпіз. Соны алдын ала келісіп аламыз. Сол шайға отыра берген кезде мен қантсыз секерсіз жаңа шай ішпеймін. Секерді алып беріп жібересің ба мама дедім да, сәл артық салып едім, мынандай төмпешік қылып та. Бастады. Не бір қасық салып отырсың, 3 қасық сал сен. Сірә әкең сақыр зауыттың бастығы ғой. Сал, тағы сал. Сендер осы ненің қайдан қалай келіп жатқан білмейсіңдер ау деп, сендер бар ғой, ақыр заманның балдарысыңдар, сендер тіпті қадірін түсінбейсің бар заттың бар ғой. Анау жүрістерің мынау деп айтып жатқан кезде бір көңілін аулайыншы деп, сол кездерде жыртық джинсы мода болды. Сосын өзімнің джинсымды жыртып алдым да, себебі жыртық джинсылар қымбат болды. Сосын мамаға айтып, мама анан қара кешке киіп барамын жыртық джинсы десем, айтып отырмын. Сендер деген бардың қадірін білмейсіңдер. Айналайын, біз жыртықты жамат киетін едік. Сынықты өңдейтін едік. Сендер бүтінді жыртың. Сол басқа не келеді қолдарыңнан барды жоқ қылғаннан басқа. Ана әкең мына әйелім ұнамайды деп басқа атын алсын. Сен сол басқа үйдің қызы бол. Бәрін кетің жан жаққа бытырап дейді. Сосын, мама болды қойшы, айтайын деген не ғой. Кешке сағат 12-де Гүлшаттың туған күні еді. Қыздар болып құттықтаймыз, 12-де сюрприз жасаймыз да. 2-де Зәуремен қайтып келемін деп. 2 кештің арасында қаңғыда жүр онда. 2 кештің арасында түннің бір уақытында кім қаңғиды? Жеңілтек қыздар қаңғиды. Бай жоқтар қаңғиды. Ішіп алған ер адамдар қаңғиды. Соның қатарында Айгүмістің қызы да жүрсін. Айтсын ерте Айгүмістің қызы жеңілтек екен деп айтсын. Басқа не шешеңе бір жақсы атақ әкеле алмайсың ғой сен деген. Жүр, сол дейді. Мама қайдағы, бай қайдағы? Вообще мен қыздармен барам, қыздармен қайтып келем, Зәуреде болады ішінде десең бетеді. Зәуренің әкесі акиматта жасайды. Шешесі больницаның бастығы. Ол жетіскеннен барып жатыр. Сенің неге жетісіп барып жатсың? Сен не? Бір жерің артық па, бір жерің кем ба? Не жұрттың малдарына ересің сен? Ана иығың арасына басын үшін берді Құдай саған, жұрттың балдарының артынан еріп жүретін болсаң. Онда сол үйдің қызы ол, онда сен бар. Не керек саған? Болды, бармайым мен бірдеңе дейсің да бөлмеңе кіріп кетесің. Сосын бөлмеңнен әдейі естетіп былай жылайсың. Деп жылап атқаның түсініп отқан шешең ешқашан келіп маңдайын сипамайды. Оның маңдайын сипағаны былай. Комнатаның қасынан өтіп батып. Анан қай жерге қойдыңдар? Осы үй құрықта қалады, осы бірдеңе деп, әйтеуір бір айқайлап сені сығалап кетеді да, көңіл күйіңнің жоқ екенін байқап, тамаққа шақырады. Асикош, ана Зәуре өлмейді, келесі жылда туған күні болады шығар. Шешеңмен бір уақыт келіп шай ішейін дейді. Ренжіп жатсың, үн қатпайсың. Мен кімге айтып отырмын, кел шай іш дейді. Ренжіп жатсың, үн қатпайсың. Үшіншісін тұрып, шайың суынып қалды, тамағын сала берейін ба қазанға дейді. Үн қатпайсың. 15 секундтан кейін кухнядан мынандай дауыс шығады. Кетің, онда барлығың жан-жаққа бытырап. Керек емес осы сендерге шешелерің. Ана әкең жүрсе анау сағат 8 болды. Сау кезінде жыны келетін қайратпен ішіп алса, еті бауыры жақын болып дос бола қалады. Сенің жүрсең мынау, мен 4 жыл бұрын қайтқан ағамның 40-ына барған жоқ, мен бірдеңе деп жатырмын сендерге. Мен сендерге бірдеңе деп айтып жатырмын, үнемей отырмын ғой сендерге деп жылап бастағанда барып жұбатып кешірім сұрайсың. Сол кезде менде ой келді. Менің анам маған бірдеңе үйретіп отыр. Менің анама да біреу бірдеңе үйреткен. Сосын айттым, мама, как раз 14 наурыз көрісі ғой, ауылға барып, нағаша ауылыма барайық, нағаша әжеме барайық дедім. Сосын 14-і болды, көрісуге мата анау-мынауымызды алып, барып, енді әжеммен еркелеп амандаса бергенді көрген, ана дым істемейтінді біле тұра шешем тұрды. Бар шайнақ қой дейді. Бол, бара шайдек қой. Бүгін көрдің бе әжеңді, бүгін көрдің бе дейді. 3 көрмеген әжеме. Тек ұрсып қалу керек. Шыны керек, ол кезде ауылдың кухнясына барып, тефаль іздедім. Тефаль жоқ екен. Шайнек іздедім, шайнек жоқ екен. Сосын ауылдағы ағам айтты, самовар деген бар, соған бар деді. Сол шайнек қайнатады. Қасына бардым, өтірік айтпай қойын, самовардың тоғы мен кнопкасын іздедім. Наған қай жерінен қосады деп білмей тұрдым. Оны мамам байқап қалды да, самовардың сенсорын іздеп тұрған шығарсың сен. Бұлар кнопканың балдар деймін, кнопка бітсе, сендер ертең ана жұт келсе, әкең екеуің бірінші кетесіңдер.
мына түріндеріңмен ұзақ өмір сүре алмайсыңдар деп үйретіп отқан кезде мына жақтан әжем шықты. Ойбай, сен де бірдеңе айтатын болыпсың. Бетің айдай болғыр, сен де бірдеңе айтатын болыпсың ғой. Айналайын, мен немереме тиіспе давай. Сен ана немеремдей жасында, сен дым істемейтін едің, ана пештің қасында печенье жеп жатады едің, ағам мен апам істейді деп. Не қыл деп отырсың енді мен немереме? Сол кезде әжеміз анамызға қарайды, анамыз бізге қарайды. Біз анамызға дұқы жетпейді, қарауға мына жаққа қарайсың. Мына жаққа қарасаң, үйде дым істемей диванда жататын. Папа үйге келатқанда нан ала келші дегенде үйдің астындағы магазиннен нан алуға ерініп шашақ қалатын әкеміз ана жерде зыр жүгіріп жүр. Отын жағып жүр, сылық болған ана бәрін актив атыр, ана цементтетіп атыр, адамдар жалдатып, свәркілетіп атыр. Соны көріп тұрған шешеміз үндемесе болады ғой? Жоқ. Асқа, мынаның қолынан бірдеңе келеді, асқа, ана қара. Мынаның қолынан бірдеңе келеді екен. Ертең аштық болса 2 күн өмір сүреді екенсіңдер. Сүреді екенсіңдер. Жана кім ана тарелка ма, ши ма бірдеңе берің, жарайды маған тіл өтіп кетер құрсын. Бірінші рет көріп отырмын ғой. Телефон, айпад, планшеттерін қайда түсіріп алың деп айтып отырады. Біліп отыр. Ол кісі үйде отағасы, ол жерде күйеу бала зыр жүгіріп жүр екен. Ал біздің маманың қолында көзі, ол түркінің үйінде. Сол кезде әжеміз шығады. Отырып шықшынбанда жүрің шайың істеп жүрген жоқсыңдар шыра дейді да, үйге кіреді. Шай дайын болғанша дастархан басында телефоныма хабарландыру келді. Телефонын не істеп отыр едім, қарап отыр едім, әжем кіріп келді да. Айқымш, мына қызың ауру. Есі дұрыс емес мынаны. Мана түпкі үйге кірсем, бетін мыжырайтып, ерінін үрпейтіп, өзін емес айнаны суретке түсіріп отыр. Мынау деген есі дұрыс емес мынаның. Жастайынан емдетіп алым, ауыр болып болған ғой дегенде, анам я десе болады ғой. Жоқ. Қой, бұлар адам болмайды бұлар. Бұл күннен адам болама десем, артқа қарай етіп жатыр бұлар. Бұларда мый жоқ, ана мыйын бәрін ана сотка улаған. Қалай соткын зарядкасы өшеді, мыйы да өшеді. Бітті ол. Зомби мұның бәрі. Бұлар деген свет өшкенде ұйықтамайды, әже. Бұлар деген Wi-Fi өшкенде бір ұйықтайды сразу. Бұларды сөйтпесең басқа болмайды дейді. Сол кезде анама тұр. Ту, мама, дәм болсын, ұрса өрмешін, бірдеңе деп едім. Әжем тұр. Тәйт, саған айтып отқан ақылы. Шеше тұрғанда қыз сөйлегеннен бес, әке тұрғанда ұлт сөйлегеннен бес. Саған айтып отқан ақылы. Сен үндемей, түндемей, жақсы болсын, жаман болсын, тыңдау керексің деді. Осыдан түсінгенім, әке шешенің берген ақылын, білімін ешқандай университет, ешқандай академия бере алмайды екен. Оны ешқандай дипломмен мөлшерлеп бағала алмайды екенбіз. Оны бағалағанымыз әке шешеміздің көзі тірісінде 2 қол 2 аяғын жылы суға малғанымыз екен. Әсемгүл, әр осы жобаның басынан келе жатсың, әр әзіліңе біз тәнті болып келе жатырмыз. Ең бірінші айтқан әңгімесіне адамды сендіреді, өзі сенеді. Отырған көрермендерді бірден баурап алады. Сол әңгіменің ішіне кіргізіп жібереді. Жаңағының бәрі әр қимылдары мамасының даусына дейін құлаққа естіліп жатады. Бұның ең бірінші өзің сенгендігің. Мен сендім, мен рахаттанып күлдім, рахмет Әсемгүл. Мен негізі көбіне сахнаға шыққанда әзілімде көпшілік білетін шығар, 50% жанұяда болған оқиғаны айтамын мен. Үйде отырған ата-анамыз аман болсын. Аман болсын, дұрыс. Осы жобаны көріп, экран алдында жан көріп отырған шығар. Осындай жаны ашитын баласына, үйінде отырған жаңағы еріне, жан ашитын аналарымыз ғана осындай сөздер айтады. Сендер осы мен ойламайсыңдар, болашақты ойламайсың. Ал кейбір жанашыратын аналар таңертең жұмысқа кетеді, кеште келеді, не пісіп тұр, не болып жатыр, не тазаланып жатыр ма, шаруасы жоқ аналарымыз бар қоғамда, жоқ емес. Бірақ осындай аналарымыз аман болсын. Әрқашан ұрсып жүрсе де ақылын айтып жүретін. Мен жерде мен мамасын жақсы көріп отырмын. Мен де солай. Әсемгүл, жаңағы сенің анаң сияқты ананың бірі менмін. Менде жалғыз қызым бар. Өзімді мен сенің анаңнан өзімді көріп отырмын. Әдемі түйін жасадың. Жақсылықты жасасаң анаң ақыл, жұмақтың кілті анаңның табанының астында деген сөзді сен әдемдеп айтып бердің бізге. Әсемгүл, рахмет. Бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламаның соңында 1, 2, 3 немесе көрермен көз айымын барлығын көретін боламыз. Табыс тілейміз. Рахмет.
Рахмет. Бәрекелді. Жарайсың. Әсемгүл, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй керемет, толқығаннан ба, жюрилердің жақсы сөздерінен ба, жүрегіме жақын қабылдағасын, көзімнен жас шығып кетуге де жаздады. Бәріне Аллаға шүкір деймін. Бәріне рахмет, қолдау көрсеткендер, енді барымша көрсеттім, тырыстым, енді жауабын күтеміз деген ойдамын. Біздің келесі үміткеріміз Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданынан келіп отыр. Бүкіл еліміз білет, Сарыағаш мықты демалатын жер. Ояқта мықты әзілкештер де бар. Соның бірі Байжматов Әли ақтық мәреде өнер көрсетеді. Қарсаңыздар. Рахмет. Қайырлы кеш достар. Алдымызда келе жатқан ұлыстың ұлы күні, баршаларыңызды Наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Баршамыз жақында ағайын болып, дос болып, ағайын туыс болып, баршамыз ұлыстың ұлы күні кереметтей біздің мерекеміз, Наурыз мерекеміз тойлаймыз. Білесіздер, Наурыз мерекесін шетелдің жаңа жыл сияқты тойламайды. Бізде Наурызда қуантатын бір ғана дүние 4 күн демалыс дейді да, елді бір қуантып алады. Соған ғана қуанады. Әйтпесе бір Наурыз келді деп қуанып жүрген ел шамалы. Мен сіздерге айтайын, шетелдің жаңа жылына қарағанда біздің Наурыз әлде қайда үлкен мереке. Әлде қайда үлкен мереке. Мен сіздерге қазір түсіндіріп берейін. Қараңыздар, салыстырып көріңіздер өздеріңіз. Наурыз жаңа жылда шетелдің жаңа жылын түнгі сағат 11-де бастайсың, түнгі сағат 2-де аяқтайсың. Кәдімгідей дастархан басына отырасың, тамақтанасың, құттықтау көресің, салютатасың, концерт көресің, ұйықтап қаласың. Ал біздің Наурызға келгенде ше, біздің Наурызға келгенде кәдімгідей бір таңғы 10-нан 11-ден бастап әдемі киіміңді киесің, кәдімгі костюм шалбарың киіп, туфлиіңді түсіріп, тазалап, кәдімгідей далаға шығасың бір серуендеуге. Ел жұрттың бәрі далада жүреді, площадьқа қарай барасың, бір-біріңді құттықтап, кәдімгідей мұғалімдеріңді көресің, класстастарыңды көресің, бауырыңа басып, құттықтап жүресің кәдімгідей. Сол таңғы 11-де басталған Наурыз 2-3 күнге жалғасады. Кәдімгідей бірінші күн Наурыз, екінші күні алыстан келген ағайын туыстың кәдімгідей сені құттықтауы, көрісу деген болады. Үшінші күні кешегіден қалған Наурыз көзеніп ішіп қою деген. Сол сияқты мысалға жаңа жылдың кезінде шетелдің жаңа жылында ең қатты қуанатындар продукт сататындар мен арақ сататындар. Бізде Наурызда ең қатты қуанатын кісілер мына театрдағы костюмерлер. Кәдімгі театрдағы костюмерлеріміз кәдімгідей ең қатты қуанатын сол кісілер. Ел жұрттың бәрі телефон соғып, аға, апай, шапан бар ма, апай, қазақша көйлек бар ма? Олардың костюмерлердің звезда болатын күні ғой кәдімгідей. Жыл бойы күн көрмей жатқан қазақша киімдердің бәрі сол күні күн көріп, сол күні ана костюмерлердің өздерінше болып, апай, қазақша көйлек керек еді десең кәдімгідей, ой, оны қарау керек деп, апай, ақшасын береміз ғой сен, размерің қанша деп кәдімгідей сөйтіп қалады да. Біздің Қазақстанда қазір өкімет Наурызға дайындалыңдар деген заң шығарды. Содан бастап бүкіл әкімшіліктердің баршасы площадьқа шығып киіз үй тігеді. Киіз үй тігеді, бірақ ол қарапайым халыққа ешқандай қызығы жоқ. Өйткені оларға бізді кіргізбейді. Есігін ашып барып қарай қалсаң кәдімгі дастархан деген жайып тастаған, қазы қарта, жалжая, қымыз, шұбат, кәдімгі бір ет, Наурыз көже, бір Наурыз емес құдалық күтіп атқан сияқты, күнде солай тамақтанатын сияқты болып отырды, кәдімгі күшті де бір қызығасың. Дастархан деген жайып тастарған, жайнап тұр. Енді ол түсінікті, комиссия келген жоқ әлі өйткені. Комиссия келмейінше, акиматтың комиссиясы келмейінше дастарханға ешкім жоламайды. Комиссия келіп кетеді. Кіріп барсаң, дастархан дым қалмайды, организаторлардың өздері тазалап тастайды да кәдімгідей. Мен былтыр Наурызды Қостанайда қарсы алдым. Ол жақта проверка деген бар екен. Ол жақта адамдар курткаларын киіп алады, аяқтарына қыстық етіктерін киіп алады, киіз үйлердің түбінде отырады кәдімгідей, жылынып, кәдімгідей. Проверка отырады. Проверка дегенде курткаларын шеше қалып, домбыраларын алып, ей, ағайын, той басталды дегенде, той басталды деп кәдімгідей шыға келеді. Проверка өтіп кеткен соң, курткаларын киіп алады да қайтадан, болма, қайтып деп қашып кетеді кәдімгідей. Үйден шығасың,
құлағың түресің, музыканың ең қаттысы қайда шығып тұр, сол жаққа қарай жүгіресің кәдімгідей. Значит, үлкен концерт солда болып жатыр, орталық концерт. Барасың кәдімгідей, ой, керемет киіз үйлер тігіп тастаған, анарда күрес болып жатады, арқан тартыс кәдімгідей, адамдар кәдімгідей соларда қазанға тамақ пісіріп жатады, әншілер ән айтып жатады, бишілер билеп жатады кәдімгі. Енді күшті. Тағы да Наурыздың бір қызық жері, өзіме, Наурыздан сол площадьтан сен шығып үйіңе кетіп бара жатқаның. Ол площадьтан қалай шығып бара жатасың? Ол площадьтан шығып бара жатқаныңды сен музыка арқылы білесің. Қараңыздар, бір естеріңізге түсіріп қараңыздаршы. Мынау Наурыздағы площадьтағы ең басты шығып тұрған музыка. Ал ағайын, ұлыс оң болсын, ақмол болсын, кетіп бара жатасың кәдімгі. Наурыз күн игі, сарбидай, қара жорға болмаса бидің сәні келе ме? Қызыл өрік, ямау, ямысау, о боже, какой мужчина. Мынау площадьтан шығып кеттің да болды. Солай білесің, площадьтан шығып кеткеніңде бар ғой. Салют атады. Шетелдің жаңа жылдарында салют атады. Біз салют атпайық, біз шашу шашайық. Шашу шашайық кәдімгі өзіміздің қазақи кереметтей. Жағдайы жоқ, қарапайым отбасылар бір Қытайдың салюттарын атады. 5000 теңге 5 рет, 10 рет атылатын, пақ ете қалатын. Біз деген жағдайы жоқ, қарапайым кісілер кәдімгідей ирис деген компьютерді шаштың, біреудің басына пақ ете тиіп қалады. Сондай дүниелерді бір қалталы шетелдің азаматтары $5000, $10,000 салют алып келеді. Кәдімгі атады. Біз $5000 далаға ауаға шашып қайтеміз. $5000 қоржын алайық, қоржын шашайық. Кәдімгі бірінші поток кеткен кезде ішінен Рафаэлло, керемет, конфеттер, керемет, қымбат печеньелар, сондайлар шаш. Екінші поток кеткенде кәдімгідей мата, камзол, шарф, неше түрлі керемет қой, күшті да бұлай енді. Солай тойлауға болады ғой. Біз өзіміздің басымызға біткен бағымызды бағаламай жүрміз. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Бүгін базар жоқ алаңының финалы соңғы күн. Бүгінгі жеңіске жететіндерге баршасына құттықтап, мынау менің сіздерге салютым! Рахмет, достар! Бір кішкене ақауларың бар, бірақ көш жүре бара түзеледі. Алған тақырыбың, айтқан сөзің барлығы ұнады. Әли, осыған дейінгі айтып келген әзілдеріңде өте тамаша. Өзіңнің орындауыңда, жеткізуіңде жаңа жыл мен Наурыздың арасындағы жер мен көктей екен. Тек қана Наурыз бізге жақсы нәрсе әкелетін, ал жаңа жылдың зияны көп екенін осы жерде сен көрсетіп кеттің. Сенің әңгімең өте тамаша. Ұнады маған. Рахмет. Рахмет ағасы. Өте жақсы, керемет. Алғашқы сахнаға шығып тұрған жігіттердің мен деңгейімен айтып тұрмын. Бұл тамаша. Рахмет саған. Рахмет көп. Құрметті достар, Әлиге қошеметтеріңіз. Көңіл күйің қалай енді? Жаңа 250% болып тұрған қазір 500 ғой. Уже 500-ге барды ма? 500 болды. Көңілің толды ма? Толды. Ал енді келесі үміткерімізді ортаға шақырайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен Асқар Көмекбаев. Қайырлы кеш достар, ассалаумағалейкум әділ қазылар. Бүгін мен қазір айтайын деп отқан әңгімем. Үйде кішкентай інім бар. Ол ана інім телевизорды көрмесе жатпайды, жылайды, телевизор көремін деп. Соны жұбату керек болды, бірақ та біздің телевизордың бір кемшілігі дауысы істемей қалды. Дауысы колонкасы істемей қалды. Мен сол інімді жұбату үшін мен барымша, өзімше жеткіздім сол дауыстарды. Сонымен тамашалайық.
Дум дара-дара-дум, дара-дара-дум, дара-дара-дум. Дум дара-дара-дум, дара-дара-дум. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Інім ұйықтап қалды. Асқар Көмекбаев. Әркімнің қолына келе бермейтін өнер негізі. Мынандай дыбыстарды салу. Бірақ қысқа болып қалды. Кішкентайдан беріп отырдың. Кішкене өңдеп ары қарай созын қырағанда тағы да бір қызықты болатын еді. Жалпы маған ұнады. Рахмет. Бұл пародия жанрында негізі сахнаға шығып былай дыбыстарды салып көз алдымызға елестететін едік. Сен мына экраннан көрсетіп отырсың ғой, жаңағы LED экраннан көріп отырып, сен жанда дыбыс салып отырған кезде ол әзіл одан сайын жақсы әсер береді. Жандана түсірдің, өте жақсы бір ерекше, бұрын соңды болмаған, әр нәрсенің өзінің басы мен аяғы керек, қысқа болса да. Көрдің бе? Соны жеткізіп жібергенде мүлдем жақсы болады еді. Бірақ маған ұнады, рахмет. Қысқа болса да тәтті болды. Тәтті болды. Тәтті және сәтті болды деп ойлаймын. Шынымен ағалардың айтқанына қосылам, сәл кішкене қысқалау болып қалды, бірақ ұзақ болған күнде де сені 100%-ға атқарып шығатынына мен сенімдімін. Жалпы негізі Асқар, бір сұрақ, бұл тума талант па, әлде өсе келе шыққан дарын ба? Негізі бойында бар нәрсенің бір жас келе бойында бар екенін түсіндім ау деймін. Негізі әр адам бойында негізі бір талант береді, бір ерекшелік. Бірақ соны ары қарай дамытып, өрбітіп, ізденіп, жаңа айтады ғой 1% талант, 99% еңбек дейді. Сол барынша ізденіп, еңбектеніп, қалай қылсам екен, қалай құрасам екен деген жаңағыдай өзімнің идеяларымен қосып барынша жасадым. Келесі әзіл сықақшымызды қарсы алыңыздар. Астана қаласынан келіп отырған Смағұл Қажет. Жаңа келе жатсам, алдымда бір әйел кішкентай баласын ертіп келе жатыр да, ана бала жылап келе жатыр. Мама деймін. Ана мамасы бір жерге асығып бара жатыр деймін. Немене болды? Қайтын кетіп, мама деймін. Мама, маған трансформер алып берші, мама дейді. Мамасы тыңдап жатқан жоқ. Жүр. Мама дейін деп, бірақ жоқ деп еді. Бала тұрды да, аберші, мама, аберші, мама, аберші деп тұрды. Ана әйел ұялды ма, елдерден, жарайды қазір бірінші магазин ойыншық болса ап берем, жарайды ме? Жүр ғой деп. Сөйтіп қарап тұрдым да, өзімнің бала шағым есіме түсіп кетті, балалы шақ. Бізде бала кезімізде 8 бала, қайсы біріне алып бересің? Әкең шопыр, еще кочегарка түсті. Шешең директорда секретарш. Соны бүйтіп ойлап отырмын, бізде айына жылына құдай-ау, бір жесең кәмпит жейсің. Мамаң бір батаға бір жерге барып келсе. Оны алып келген өзінде ең мықты кәмпит сол кезде ирис болатын. Кис-кис деген. Ол кис-кис ирисің магазинде бірінші прилавкада жатады. Күннің астында еріп. Қағаз абдан су болады. Одан кейін бір әжеміз келіп оны қатым шығарам деген кезде ана сатып алады. Алады да сандығына тығады, ана су ирис кебетті ана жерде. Қағаз жабысып қалады араған бейшара. Ол соң кейін дастарханға келеді, дастарханнан ана Құран оққа соң кейін бәрін жинаған кезде сарқытып қып бізге алып келгенде біреуден береді қатып қалған иристі. Сол ана иристі қалға қоласы деп ана иристі ашасын.
тазалап шаршайсың да ананы. Деп жібейді ауызданы. Кайф та кетті, соқ кетті асқазанға. Кайф. Де әбден ана жалығасың да шеріп. Жұта саласың қойшты. Керемет тамаша кәмпит болады да сондай бізде. Одан кейін мынау мороженый шіркін, пломбир. Біз телевизордан кәнім көретіміз оны. Рас, анау. Телевизорда бір бала жеп отырса, анау мен бірге жеп отырсың. Деп. Сонан естейсің, мамаң ертең Семейге кетіп баратыр. Ауылдан Семейге кетіп баратыр. 450 шақырым. Өмір қаланы көрмегенбіз. Семей 450 шақырым. Мама кетіп отыр. Мама, немене әкелесің? Мама, немене әкелесің? Бәріміз жаған жақтан ыңғисақ болды. Мама, немене әкелесің бізге? Мама, немене әкелесің? Немене әкеліп берейін? Мороженый. Күшті де? Қандай мороженый? Пломбир. Соң жарайды, кетеді, қаладан келеді. Бүйт жолдың ішінде, трассың шетінде күтіп тұрасың бүйтін. Анау, мамаң келсін. Мамаға қарамайсың, бүйтіп сумка қарайсың. Мама, сен немене әкелдің? Мама, немене әкелдің? Мама, немене әкелдің? Сумкаға сағайын. Мама, мороженый бересің ба? Туып, қазып берем ғой, не от деп. Шығарған кезде ойлайсың да қазан. Телевизордан көрген пломбир алып шығады деп. Целлофановый пакетті алып шығады. Ішінде сүт сияқтыр, анау еріп кеткен ғой. Анау пакет тешіп желгеп тұрды да уже. Мама, тоқтай тұрып, қазір бәріне кесеге құйып берем дейді. Ана кесеге құйып, енді жеңде тоқта! Холодильник салып қатырайын бірінші дейді. Анау холодильник салып, бүйтіп, мамка кішкене кетті, шыдай алмайды, ашыр қол саусағын тұрып жүрді. Кайф та. Соны қатат, қатқа сайына бір кеседен алып аласың. Қасық, көшеге шығасың. Сөйтіп мороженый жедік. А жалпы мен бірінші рет пломбирді, мороженый жалпы 14 жасымда жедім. Өйткені өмірімде бірінші рет 14 жасымда қалаға келдім. Аған еркелетпекші ғой. Не жейсің дегенде сұрақ пен жауаптың ортасында 1 секундта болмайды да, миллисекунд. Не жейсің мороженый? Қандай пломбир? Алып береді, анан алдың ғой шіркін ел көрсе, ауылдың балалар көрсе ғой деп ойлайсың да. Мақтағың келеді, бірақ ешкім байқамайды сен, бәрі өтіп кетіп жатыр. Вот это кайф. Не болды сұласын жалап тізім? Не көрдіңіздер ме? Біздің балалық шақ қой. Мен ойлаймын да, бұл тәтті уақыт. Ал бүйтіп қарасаң, мен ауылда бала кезінде ең жек көретін нәрсем болатын. Ең жақсы көретін сол мороженый ғой енді, сағыз. Ең жек көретін нәрсе бұл жаз уақытта. Құдай-ау, жыным ойнайтын мен кәдімгі үлкен жұмыс болып есептелетін де маған. Күніне 3 рет қонақтар келсе, атак 2 рет шыбын айдау. Бәріне бір орамал береді. Әй, жүріндер, шыбын айдаймыз, қаз қонақтар келеді дейді. Спальныйдан бастап, кімнің қолына жет түсті. Сөйтіп,
шыбын айдап жек көретін. Ал енді ойын дегенде шіркін, мен қазір мынау жас балалардың ойындарын ұқпаймын бар ғой, компьютерден шықпайды ғой рас. Mortal Kombat, не бір ойын. Біздің кезіміздегі ойынды айтсыңдаршы. Шеге деген ойын, қандай тамаша ойын болды? Анау үлкен шеген аласың, қайрайсың, таспен ұрып, шүкір қыласың да, көктем уақытында жер жұмсақ кезінде бүйтіп үлкен кругты сызып аласың, төртке бөлесің, 4 адам ойнайды. Кім бірінші? Мен бірінші. Бірақ беріп қаласың көршінің жеріне. Анау шаншылса, сол жерден бүйтіп қиып аласың, өзің границаңды өшіресің, сол жерге өтесің. Сөйтіп, анау жаққа тиіп кетіп, саған келмесе, ол менің аралым деп қоясың да, соен бір аяқтың сол жерге тұрасың бүйтіп. Сөйтіп, анау жеңген бәрі, жердің бәрін соны алып алады. Қазір ойнамайды ғой. Мынау Алатау жаққа барсаң, немесе Астанада анау мықты Ақбұлақ микрорайонына барсаң, мықты жерлер тұр да, мықты үйлермен. Мен ойлаймын да, мынадар жастық бала кездерінде шегені мықты ойнаған ғой бұлар, деп ойлаймын да. Немесе ойынның тағы да бір түрі біздің кезіміздегі. Бұл ләңгі. Күшті. Бір қыласты, күшті анау бүйтіп секіріп тұрды. Қазір ойнамайды ондайды. Ана жолы бір жиен бауырым келіп тұрды. Қажыдаға, сіз қандай болды шеге деген ойын? Мен интернеттен де, Яходан да, Гуглдан да іздедім, таппадым оны ойын дейді. Ауылға барсын табасың онда ойынды. Анау ләңгін ойнағанда да мен ойлаймын да, мынау сонда істейтіндер мықты ойнаған қойдым кезінде ләңгілерді. Бір есіктен бір есікке тебеді ғой сені. Сол жерде мынадар жалпы ләңгі мықты ойнаған. Мынау қазір тығылмақты да ешкім ойнамайды. Қандай күшті ойнайды ғой, тығылып қаласың, дем алмай тұрасың. Анау жел, анау өтіп жүгіріп барасың, тікі, ризасың сен бірден істегендей болып тұрасың да. Қазір мен тоже ойнамайды. Үлкен ағаларымыз кезінде ойнағандар уже белгілі да, мысалы Храпунов ағамыз күйеу боламыз да. Күшті ойнаған, әліңгейін тұғыл жүр. Әблязов, әліңгейін тұғыл жүр, табылмайды. Тағдың бар бізде. Рахат Алиев бар. Ешкім табылмайды да отыр. Мақтықты қылады кезінде өйткені отыр. Пастен сол ойынды ойнаған. Мынау гаишниктарда ойнаған, бірақ отыр дұрыс ойнамаған ғой. Жаман ойнаған, дұрыс қала алмайды отыр. Жол шетіне тасып. Соң кейін атыспақ деген бала кезіміздегі ұлдардың бәрі ойнады ғой. Оны трах дейтіміз. Енді қазір оны ойнайды, оны айтпақ қойын деп. Төбелес. Төбелестің өзі бір-бірімен ерегіс қызық та. Пойдем раз на раз выйдем дейді, біз бірлен бүчтін таптан шығарсап тастайды. Біздің кезімізде төбелес күшті болатын. Ерегес қалсаң, үшінші адам обязательно міндетті түрде пайда болады да. Демде ерегес қалды, шығасың мен шығамын тұрады. Шығамын. Сен шығасың. Білмеймін. Мен негізі біздің үй жаққа барғанда жақсы төбелесем, немесе етіп кеткеннен соң көреміз. Сондай міне қандай тамаша бізде балалық шақ болды. Соң жаңа ана балаға қарадым да, сол өзінің балалық шағыма саяхат жасап ойлап отырмын. Әй жоқ, негізі менің балалық шағым бақытты болған екен ғой. Өйткені ойын көп болды. Мынау балаларымызға ие болайық, ағайын компьютерға көп жақындатпай, далаға шығарайық. Далада құмға ойнап біраз, қолдар күш болсын, беттер жарылсын, ақтаңғылақ болсын беттер. Сонымен өмір тәтті болады. Қажет Смағұл. Қажет, сен бізге қажетсің. Тамаша, өткенде бір әзілдеріңде ақаулықтар бар еді, енді бүгінгі финалға тұрарлық бір үлкен әдемі үшін міне балалық шағымызды еске түсіретін әдемі әзіл айтып жатсың. Негізі әдемі, маған ұнады, керемет. Еді қажет, сен мына көрермендердің өзінің ықыласын көріп отырған шығарсың. Сенен ешқандай мін тауып тұрған жоқпын. Сендей сахнада азаматтар керек деп ойлаймын. Сен шынымен қажетсің бізге. Қажет, бір сөзбен керемет. Рахмет. Қажет Смағұл. Жалпы негізі барлық актерлық шеберлігімді іштегі барымды шығардым деп ойлайсыз осы жерде? Әлде бір нәрсе қалып қойды ма? Қалып қойды. Және журналистер рас айтып отыр, ләңгіні негізі есте болған. Әр нәрсе әр қана болады ғой, импровизация ғой. Бүйтіп айтам деп ойладым, мынаны түртем деп отырдым. Сол жерде ана жерде план переход дейді, сол переход кезінде ләңгіден ұмытып кеттім де, сол негізі ойда болды. Ойда болған нәрсе.
келесі үміткеріміз Жакелина Гүлмира. Қошеметтеріңіз. Көкшетау қаласы. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Мен нағашым шақырған бір қызбен таныстырамын деп осында шақырған болатын. Соны нағашым күтіп тұрмын, қазір кеп қала ма деп. Брат, қалайсың? Жақсы ма? Өткенде қалай отырдыңдар? Шақырып деп билемеймін, болмағады, ана қыз болмағады ғой. Үйлеріне дейін шығарып сайын деген ғой, терлеп кеткен ғой, айтып келе жатырмын, жолдашы. Сөйтсем, ана жолда бір жерде түсіп қалқапты, қайда қалғанын білмеймін, деп келіп жатырмын. Давай. Өткенде басқа қызбен кетіп бара жатырдың ғой, бүгін басқа қыз ертіп осың ғой қызың. Терезе, давай, давай. Майк берем ғой, майк берем, давай, жақсы. Жақсы жігіттер, жақсы жігіт. Ылғи мен вечерға шақырады ғой бастайын. Мен айтамын, мен ылғи вечерға барамын, бір видео, не айтып қоямын, зансын. Сол, нағашым келгенше өткенде қызық болды, нағашым тағы да мен бір қызбен таныстырамын деп шақырды ғой мен. Сол бардым. Сөйтсем, нағашым маған айтады, өткенде қызды не істедің дейді да маған айтады. Сол мен айтамын, нағашым не істеуші едім деймін. Не істеуші едім, гүл пазарит еттім дедім де. Бірақ қорықпа дедім, оның алдында бір қызға толай пазарит еткенде, акастана орыстардың моласына қоятын венокты пазарит етсаппын ғой мен, қайдан білейін. Өйткені гүл пазарит етіп жүрген жоқпын. Соны орыс сол айттым, давай, мен бір мынандай гүл пазарит еттім дедім, тікенек гүл пазарит еттім дедім де, роза емес дедім мынандайға. Компьютердің алдында тұратын гүлдер бар ғой, соны пазарит еттім дедім. Соны айтады маған, кактус па дейді, енді ол көзіне ашық тағады екен кактус. Алдымда көзіңе пайдалы ғой деп пазарит ете салын деп бері салын ғой айтаған. Содан кейін нағашым айтады маған. Сосын маған айттым, нағашым айтады, өзі не қылдың ана қызды дейді да, маған айтып қойсам еді, не қылғанда былай ғой, өткенде ана қыздың үйіне бардым дедім, сол қақпасын есігін ашып қалсам бір алдабай деген қоямын ғой, алабай деген ит жатыр екен да. Соны есті жаба салдым да, соны бүйтіп ашып қалсам, сөйтсем ол ит емес мысық екен ғой. Соны бүйтіп кіріп қалсам, ана мысық маған бүйтіп мяу деп қарап қойды, қарын ашып тұр ма бірдеме, сол қақпағын жапып магазинге кетіп қалдым. Магазинге кетсем, барсам магазинге сүт ала салайын дедім ғой, мысыққа берсем, сөйтіп магазинге барсам сүт жоқ екен, орнына айран салдым. Айран алдым да қайтып келдім. Сөйтіп қайтып келіп, сосын енді келіп іздеп жүрмін де, бүйтіп іздеп жүрсем, нағашым айтады, не іздеп жүрсің? Сөйтсем, жоқ деп, не жоқ дейді, мысық жоқ, қайда кеткенін білмеймін деп қоямын да, нағашыма айтып жатырмын. Соны бірақ та содан келдім да, содан кейін ана қыздың звоногын берейін деп бүйтіп звоногын баспасам, ешкім есікті ашпайды, ойладым, үйінде ешкім жоқ екен деп ойлап қойдым да, есінде. Сөйтсем звонок істемейді екен. Соны бүйтіп есігін бүйтіп ашып қалсам, есік ашылады екен. Есікті ашып қалғасын үйге кірдім де, бірден ұйқыға кеттім ғой мен. Соны нағашым айтады, сен немене біреудің үйіне кеткен ұйқыға кетесің дейді. Конечно, есікті боксер ағасы ашса, конечно, сен ұйқыға кетесің дедім де. Есікті ашқан тақасы бір азам жатырмайсың. Соны айттым мен, соны қалай енді боксер ағашы деп, нағашым ұрысып жатыр. Әуелі қызға барғанда бірінші дайындалып, былай звондап дегенде, нағашым неге ашылады, қайта маяк берем көтермейді, не қыл дейсің маған дедім де нағашым. Соны бірақ та нағашым дейді, не дедің өзі ана қылға, не дедің дейді. Мен айттым, қарындас. Дайындалып алайын кішкене. Қазір болмай тұр, қазір. Мен қарындас, мен сізді көршілердің бұқаларынан қызғанам дейді. Сол маған нағашым айғайлап жатыр деп, бұқасын ет дейді. Мен нағашым өзің айттың ғой, барырда дайындалып бар деп. Енді не істеймін, қораға кіргенде қасқа сиырға сөз дайындалдым дедім ғой мен. Содан кейін не дедің деп сөйтеді. Не істедің содан дейді. Қараңғыда бірдемені ұстап аппын дедім. Ұстап бүйтіп тұрсам көршінің әйелін байқамай ұстап аппын деп қойып. Сол нағашым ұрысып әйтеу келіп сол тағы бір қызбен таныстырамын деп жібере салды ғой мені. Қызық болды сондай. Брат, сағат неше болды? Не? 9 қойды ма не?
нағашым үшке шақырған, мен жат болды ғой, 9 қыз мен нағашыма барып естпей, қалға кетті, деп кеттім мен. Гүлмираға қошеметтеріңіз. Гүлмира, осы жоба басталғалы біз сен неше түрлі образда көріп отырмыз. Керемет, осы жобада жалпы бүгінгі таңда деуге тіпті қазақ осы театрға егер тіпті жұмысқа қабылданып жатқан кезде де әл талай образдарың бар секілді. Сенің кәдімгі қыз болып шыққан кездегі образың. Образдан шығасың, образдан шығасың. Тыңдап тұрған. Неше түрлі образдарың әлі бар екенін білеміз. Өйткені ешқайсысын тіпті айтқан емессің. Ертең осылай. Рахмет. Жалпы мына осы Тұрсынбектің жобасы базар жоқ алаңы. Жалпы осыған сай өзінің дайындығымен үлкен деңгеймен көрсетіп жатқан Гүлмира. Рахмет саған. Алла разы болсын. Рахмет. Рахмет. Мен Жанар апаның бір осы жобада бір қатты күлгенін бүгін көріп тұр. Мен ана осы Гүлмира, сен осы тура тұрсын осындай бір жігітті көрдім, қайдан көрген? Есіме тұр, алмайтын, қайдан көрдім білмеймін, я, бірақ шынымен үйленбеген көрінген қызге қырындайды. Адам баласына жазығы жоқ, бір байғыз жігітті қайдан Мен де сол бір жерде көрініп есіме сол меніңше әр ауылда бар сияқты осындай бір. Меніңше керемет, иә? Жоқ, күйеуі рұқсат берсе салам. Керемет, тамаша. Гүлмира Жакелина, Көкшетау қаласы. Құрметті базар жоқ алаңының көрермендері, мінекей бүгін ақтық мәремізде өз соңына келіп жетті. Бұл нағыз финалдық сайыс болды. Кімнің жеңіске жеткен? Кім осы жобада миллионды ұтып алатын келесі жексенбіде гала концертте білетін боласыздар. Мен ортаға үміткерлерді шақырамын. Қошеметтеріңіз. Жакелина Гүлмира, Көмекбаев Асқар, Смағұл Қажет, Байжұматов Әли, Қошбаева Ақмейірім, Ұрзанбек Әсемкүл, Әлетаев Қайнар. Бұл 200 адамның ішінен жарып шыққан үміткерлеріміз. Кімге жеңіске жетті, кім ұтты? Келесі жексенбіде білетін боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. КТК-да жексенбіде. Құрметті көрермендер, келесі жексенбіде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Кімнің жеңіске жеткенін келесі жексенбіде білетін боламыз. Жетім үсттердің ішінде миллионды кім ұтып алады?